Түйе іздеген адам. Ертеде бір кедей жалғыз түйесін жоғалтып соны іздеп келе жатса, алдынан екі жолаушы кездеседі. "Жоқ, іздеп жүр едім, көздеріңізге бір түйе түспеді ме?" деп сұрайды жолаушылардан. "Көрмедік" деп кетіп бара жатқанда, жолаушылар кері бұрылып келіп түйе иесіне "Түйенің оң көзі соқыр ма еді?" деп сұрайды. "Иә, соқыр еді." "Алдыңғы аяғы ақсақ па еді?" "Иә, ақсақ еді." "Құйрығы шолақ қой?" "Иә, шолақ." "Бәсе, бірақ ондай түйені көрген жоқпыз." Жолаушылар жөніне жүре береді. Түйемді өзімнен көргендей барлық белгілерін айтып тұрып көрмедік дейді. Тегі ұрлармен әмпей-шәмпей қулар емес пе? Деп ойлаған жоқ іздеуші. "Әй, тоқтаңдар, қайда көрдіңдер? Шындарыңды айтыңдаршы" дейді. "Жоқ, біз көрмедік." "Онда барлық белгілерін қайдан дәл айтып тұрсыңдар?" "Жай әшейін." Жоқ, іздеуші шаужайларына жабыса да ештеңе айтпайды. Кедей биге барып арыз айтады. Би жолаушыларды іздетіп шақыртып алады да "Мына кісінің түйесін көрмедіңдер ме?" деп сұрайды. "Жоқ, көрген жоқпыз." "Көрмесеңдер түйенің барлық белгілерін қайдан қалай білдіңдер?" "Түйенің өзі көрмесек те ізін көрдік." "Соқыр көзінің де ізі түсіп қалып па?" "Иә, шөпке түсіпті" дейді жолаушының бірі қысылмай. Бұл ұрының өзі болмаса да, түйенің құнын төлеп алуға лайықты кісі деп ойлаған би әлгі кедейді оңашаға шығарып алып, "Түйең табылды, тауып бергенім үшін не бересің?" дейді. Кедей үйіндегі жалғыз серкесін айтады. Би қайта үйге кіріп тергеуді жалғастырады. "Ал түйенің өзін көрмей, алдыңғы аяғының ақсақ екенін қайдан білдіңдер?" "Қалың қауда түйенің ізі қалыпты. Сол аяғымен басқан шөп болар-болмас жапырылыпты. Ақсақтығын содан білдік" дейді. "Ал оң көзінің соқыр екенін қалай білдіңдер?" "Түйе жүріп бара жатқанын бетінде жолдың оң жағындағы шөпке тимей, сол жағындағы шөпті жалап жеп отырыпты. Жануардың оң көзінің соқыр екенін содан білдік" дейді. "Құйрығының шолақтығын қайдан білдіңдер?" дегенде тағы бір жолаушы былай дейді. "Малақтары жолдың екі жағына аунап түсіп, жерде шашылып қала беріпті. Құйрығы шолақ болмаса, құмалағы алысқа ұзамай артқы екі аяғының арасына түсер еді." Ұзақ жолдың үстінде дейді жолаушының серігі мән-жайды түсіндіріп. "Біз алдымызда кездескен іздер мен белгілерді талап, соның жай-жапсысын анықтауға дейін қойып келе жатыр едік. Түйе іздеген мына кісі ұшырасты. Біз жол үстіндегі із бен белгілер бойынша түйенің сипатын анықтадық, бірақ түйені көрген жоқпыз." Жолаушылардың айтқанын жоққа шығаруға ешқандай дәлел болмаған соң, би оларды босатып жіберді де "Енді түйеңді өзің іздеп тауып ал" дейді түйе іздеген кісіге.